Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге езілмейтін, жыртылмайтын, сочный болып шығатын мантының рецептімен бөлісетін боламын. Қамырына ешқандай жұмыртқа қосылмаған, сондықтан менімен бірге болыңыздар. Сіздерге бар құпияммен бөлісетін боламын. Бізге ең алдымен қамырын елеп алу керек. Ол үшін ұнымызға суымызды қосып, суға тұзды қосамыз. Одан кейін жақсылап араластырып, осылай қамыр қылып елейміз. Жалпы қамыр қылып елегенде қамыр қатты болып елену керек. Және су құйғаннан кейін оны барлығын бірге араластырамыз. Астынан үстіне қарай барлығын араластыруымыз керек. Осылай бар күшімізбен, екі қолымызбен илейміз. Ең бірінші су құйғаннан кейін бүкіл ұн сол сумен араласу керек. Мен описание бөліміне неше грамм ұнға, неше грамм су керек екен жазып кететін боламын. Сол мөлшермен жасайтын болсаңыз, қамырыңыз идеальный болып шығады. Және илеп болғаннан кейін оны ыдыстан түсіреміз де, тағы 5-10 минут осылай қолымызбен илейміз. Қарасаңыздар, осындай қатты қамыр болады. Оны целлофанға саламыз. Міндетті түрде целлофан болу керек. Целлофанға салғаннан кейін жарты сағат қоямыз. Жарты сағат өткеннен кейін осылай тағы да қайырып илейміз. Яғни қамырдың иі қануы керек. Иі қану дегеніміз, ол қамыр теп-тегіс болады, жылтырап шығатын болады. Міне, тағы да целлофанға салып, тағы жарты сағаттан кейін қайыратын боламыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Салмасы менде етпен және асқабақпен болады. Етті осылай тураймыз, немесе фарш болса, фаршты қосамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша етті мен тураймын, осылай майдалап. Одан кейін міндетті түрде май қосамыз. Менде құйрық май қосқандарыңыз жақсы болады. Егерде 1 килограмм фаршқа 200 грамм май қосылады. Менде жарты килограмм ет, фаршым жарты килограмм, сондықтан мен 100 грамм құйрық май қосып жатырмын. Енді асқабақты тураймыз. Асқабақ та менде 500 грамм, оны да осылай 4 бұрыштап тураймыз. Пиязымызды турап аламыз. Пиязды блендермен туралса өте жақсы болады, өйткені езіліп су шығып тұрады. 1 килограмм етке 1 килограмм пияз қосқан дұрыс. Сонда сіздің мантыңыз сочный болып шығады. Енді пиязды мен қолмен турағандықтан ыдысқа саламын. Бәрін жинақтаймыз. Тұзымыз бен бұрышымыз салып, қара бұрыш салғандарыңыз дұрыс. Менде болмағандықтан қызыл бұрыш салып жатырмын. Қолымызбен осылай еземіз. Одан кейін барып етімізді саламыз. Май мен ет бірге салынып жатыр. Тағы да осыны араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін асқабақты саламыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Енді қамырға келетін болса, қамыр сомен 2 рет қайырылды. Қарасаңыздар, қамыр жылтырап тегістелген, яғни иі қанған. Тағы да 3-ші рет жасасаңыздар да болады, егер уақыттарыңыз болып жатса. Осылай енді бөлеміз бөліктерге. Одан кейін қолдың көмегімен осылай мен жасаймын. Өйткені қазір біз тағы да бөлетін боламыз. Тағы да целлофанға салып қою керек болады, өйткені кеуіп кетуі мүмкін. Енді мен тараздың көмегімен барлығын өлшеп аламын. 20 граммнан. Сіздер өздеріңіздің көз мөлшерімен жасасаңыздар да болады. Менде барлығы бірдей әдемі болып шығу үшін осылай таразда өлшеймін. Өлшеп алғаннан кейін сол бөліктерді осылай зуалаймыз тағы да. Саусақтардың көмегімен, алақанның көмегімен осылай зуалап тағы да қоямыз 5 минутқа. 5 минут өткеннен кейін осылай қолымызбен бір басып шығамыз. Қалғандарын целлофанда салып қойыңыздар қалғандарын. Енді жаямыз.
жайған кезде кішкене ұн себеміз де осылай жаямыз. Жайып болғаннан кейін шетін ғана жаю керек болады. Соңында өйткені осы шетімен біз біріктіреміз ғой. Сонда ол қатты қалың болып кетпеу үшін шеті жұқа болу керек, ортасы қалыңдау, шеті жұқа. Барлығын осылай жайып аламын мен. Барлығын жайып алғаннан кейін астын үстіне қаратамын да, ортасына салмамызды салып, енді түзетін боламыз. Видеода барлығы анық көрсетіліп тұр деп ойлаймын. Қарасаңыздар, оп-оңай түйу. Ортасына дейін түйеміз, одан кейін барып екінші шетін аударып, қаратып, тағы да сол жағын түйеміз. Осылай барлығын түйіп шығамыз. Одан кейін пісіргенде бұлар 30-35 минутта піседі. Одан артық ұстамаңыздар, өйткені жаңа қабырымыз езіліп кетуі мүмкін. Мен 35 минут ұстадым. Енді ыдыстарымызға саламыз мантоварканың. 35 минутта пісіп шығады. Осымен пісіп шықты. Қарасаңыздар, өте әдемі, тәбетті ашатындай болып піскен, және сонымен қатар сочный болып шығады. Манты толық піскен, піспей қалады деп қорықпаңыздар. Және сонымен қатар манты ешқандай езілмеген, жыртылмаған. Сондықтан менің рецептімен жасап көріңіздер.